Сәлеметсіздер ме? Күте тұрайық. Бүгін сұхбат жүреді. Қазір бәрі жиналсын. Бастаймыз. Қазір сұхбат жүреді. Қалдарыңыз қалай? Сұрақтарыңызды дайындап алып келдіңіздер ме? Мына адамдар өте жаман үйреніп қалған да, қазіргі таңда жыртың етіп, жаңағыдай сайқымазақ көргенге, біреуді келемештеп күлгенге, біреудің келемештегенін көргенге, әбден жаман адамдар үйреніп қалған. Бұл да енді бір сол зона комфортадан шыққымыз келмейтін тоже бір әдеттің бірі. Мысалға, көптеген адам басында, адам болғасын пендеміз ғой бәріміз. Қиыншылықта, кедергіде бәрі болып жатады ғой, мысалға қарап тұрған кезде. Мына психологияда защитный механизмнің бір замещение деген түрі бар. Мысалға, қиын кезде адамдар оны қалай өздерінің сол состояниеден, сол күйден қалай шығады. Біреулер кітап оқып шығады, біреулер сол кітапқа үңіліп кетеді, уақытты бір қорыту керек болатын болады да, қашып кете алмаймыз да, ішкі жан дүниемізде біздің тығылсақ та, бізге бір тыныштық бермейді. Кітап оқу, спортпен айналысу, түрлі хобби тауып алу өте пайдалы. Себебі сіздер сол уақыттан шыққаннан кейін сізде бір күшті, керемет дағдыланған әдет, пайдасы сізге тигізетін және сіз арқылы қоғамға тигізетін пайдасы болады. Ал кейбір адамдар осындай жағдайда арақ жейді, темекі шегеді, жаңағыдай клубтарға кетеді, мысалы қарап тұрғанда да. Сөйтіп өздерінің бастарына одан сайын қиындықтар туғызып алып жатыр. Так, бізде әзірше адам аз. Кішкене күте тұрайық. Так, 3 минут болады. Құтты күте тұрайық. Себебі әлі естімей отырғандар, әлі ұмытып кетіп жатырғандар көп бізде. Сол себептен осындай кішкене күте тұрайық. Так. Алла қаласа қазір бастаймыз. 5 минут болсын, қазір бастаймыз. Алла қаласа қазір бастаймыз. Адамдар жиналсын, жаңа басталады, түсінбей қалады. Манағы бізде марафонда да кеш келді, түсінбей қалып, не болып жатыр деген сияқты да. Сондықтан қазір біздер қайта шыға бере алмаймыз, сондықтан ақпарат түсінікті әрі нақты болу үшін бірімізді кішкене күте тұрамыз. Сабырлық. Күте тұрамыз. Так, ну все, бастай берейік, я? Бастай берейік. Так, Гаухар Молдабековна арамызға қазір керемет психолог маманы. Бүгін гаджеттің балаларға қандай зияны зардабы. Гаухар ханымды шақырайын. Гаухар ханым, мен сізге запрос жібердім. Қайырлы кеш, сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш, Қостанайдан. Қайырлы кеш. Өте қуаныштымыз көргеніме. Мен де қуаныштымын. Сіздің күндізгі эфиріңізді марафон жүргізіп жатсыз. Өте
марафон болып жүріп жатыр. Рахмет. Иә. Бүгінгі тақырып енді гаджетке жіпсіз байланған балалар. Енді қазірде елде жүріп жатқан жағдайға байланысты, осындай төтенше жағдайға байланысты үйде отырғанын көреміз. Сондықтан үйде отырғаннан кейін, балалардың демалысы үйде жүріп жатқаннан кейін, балалар гаджетке деген доступ кәдімгі уақыты өте көбейіп жатыр деп айтуға болады. Көп балаларда, яғни кейбір ата-аналар осы балаларды гаджетке отырғызып қойып, бір салғырт қарау, сондай балаларда Яғни қазіргі балаларда тәуелділік бар дейсіз ғой гаджетке, иә? Бар. Күнге орай тәуелділік бар. Ол бірінші балалардың тәуелділігінен бұрын үлкендер өзіміздің тәуелділігімізбен жұмыс жасауымыз керек. Бұл модельді балалар әрине үлкендер солай өзін ұстап тұрғаннан кейін өздеріне. Енді гаджетке жібісіз байланған балалар деп алдық қой, енді зардабы қандай? Бұл тақырып әбден әбден жауыр болған тақырып негізі. Кейбіреулерге бұл маңызды болуы мүмкін, ал кейбіреулерге бір күнделікті үйреншікті болып кеткен тақырып болуы мүмкін. Кейбір гаджет деген бұл жалпы тек қана смартфонда отыру, компьютерда ғана отыру ғана емес. Бұл жалпы осы баланы онлайн әлемге, жалпы онлайн кеңістікте көңілін аулайтын, яғни барлық электронды құралдар, ол музыкалық плеер болуы мүмкін, компьютер ма, планшет па, смартфон ба, онлайн әлемге баланы баурап алып, баурап тартатын сол гаджеттің барлығы сол. Бір сөзбен гаджет дейміз оларды. Енді тәуелділік не ол? Тәуелділік деген, тәуелділіктің түрі көп қой енді. Тамаққа тәуелділік, сосын тағы басқа тәуелділіктер. Кішкентай балаларда кәмпитке тәуелділік дегендей, тәттіге тәуелділік, колаға тәуелділік та бар, мысалы, коланы ішпей жүре алмайды. Тәуелділік деген бұл біздің терминда, енді психологтардың терминінде аддикция деген ғой. Аддикция, яғни бейімділік, бейім болу бір нәрсеге, әдет, яғни соған дағдыланып кету, аддикция. Бұл деген белгілі бір әрекеттерді оның жаңағы медициналық, психологиялық, әлеуметтік зардабына қарамай, соны жасауға деген қажеттілік. Соны жасамаса, көңілі көншімейді, көңілі орнына түспейді. Сол белгілі бір аддикцияның бір түрлері көп қой енді. Осы енді біздер тәуелділіктің алдын ала алмаймыз ғой. Қоғамымызда бұл статистика бойынша, медициналық көрсеткіш бойынша әлем бойынша 80%-ды жаулап жатыр дейді. 80% адам, демек, сол тәуелділікпен өте сондай жақын тәуелді адамдар. Қалған 20% болса, демек бәріміз кіретін болып тұр ғой бұл статистиканың ішіне. Байланыс қиын не отыр? 80% халық осы неге байланысты тәуелді дейді. Халықтың жер бойынша. Сонда 80% болғанда бәріміз де кіреміз ғой осы статистиканың ішіне. Бәріміз кіреміз осы статистикаға, иә. Енді қазір заман талабы болып тұр ғой. Заман қазір енді онлайнға көшіп жатыр, мектепте көшіп жатырмыз бірте-бірте. Барлығы енді заман талабы деп те, оны мен айтпаймын, мүлдем қолданбау керек, мүлдем шектеу керек деп айтпаймын. Оның өзінің бір нормасын білу керек. Күніне мысалы бір жарым сағат жеткіп жатыр кішкентай балаларға. Бір жарым сағат жеткілікті. Негізі мамандардың айтуынша, негізі гаджеттерді аптасына 2 рет сөндіріп тастап тұру керек екен. Ал бізде пайдалы уақытқа ғана пайдаланып, сол уақыттың арасында пайдасын алып, болды да, чрезмерно оған қатты беріліп, тәуелділік болудың қажеті жоқ. Енді гаджетке тәуелділіктің 3 түрі бар. Бұл қандай? Негізгі түрлерін айтып кетейін. Ойынға тәуелділік. Компьютерлік ойындар кіреді, оның ішінде планшеттегі ойындар кіреді, смартфондағы ойындар кіреді. Жалпы ойын ойнауға деген тәуелділік. Екінші, сетевой дейміз ғой, желілік, әлеуметтік желілерде болады ғой, сол желілік ойындар. Мысалы,
ол адамды танымауы да мүмкін, бір-бірімен солай байланыста желіде ойнап жатырады мысалы. Бұл да ойын да, демек. Бұл да әлеуметтік желілік. Негізі жалпы әлеуметтік желілік дегенде барлық желілік кіріп кетеді ғой ішіне. Енді бұл жеткіншектерді алып қарасақ, көбіне әлеуметтік желіде өзіне сенімсіз жеткіншектер отырады көбіне. Мысалы қандай? Мектепте ма, басқа да достарының ортасында өздерін таныта, өздерін көрсете алмағандықтан, олар өздерін әлеуметтік желі арқылы көрінуге тырысады. Әлеуметтік желі арқылы мысалы аватаркаларын ауыстырады, чтобы өзіне привлекать внимание. Внимание алуға, иә, сонда? Внимание жетіспейтіндер ғой адамдар. Кейбір балалар мысалы әлеуметтік желіні как бір жұбаныш ретінде қабылдайтын бар. Соны бір жұбанышысы, қолдаушысы ретінде қабылдайды. Жеткіншектерге әсіресе осы. Сосын неше түрлі посттар жазады. Кейбіреулер мысалы өзінің әлеуметтік жетістіктерінің бір иллюзия ретінде жасайды соны. Әрбір жерде бір күшті жерлерде фотосын түсіріп, тағы да сондай әртүрлі. Яғни өздерін алдап шығатады. Өзін алдап, кәдімгі өзіне бір жұбаныш табады сол. Мынандай бір желілерді көрем ғой, картинкаларда, менде сұрақта, бітіп, ол ақшаның ортасында, бір саяхаттың ортасында тұрған картиналарды қойып, менің өмірім тамаша деген сияқты посттар сала береді. Сонда. Соны жатады. Бұл да осыған кәдімгі иллюзия өзіне қалыптастырады. Енді бұл жерде кейбіреулер ойлауы мүмкін, мысалы, визуализация, аффирмация деген осылай болу керек деп. Бұл жерде аффирмация, визуализация деген ол басқа тақырып бұл жерде. Просто бұнда жеткіншектер көбіне өзіне бір үлкен бір жетістікте жүргендей сондай бір иллюзия жасайды өзіне. Яғни өз ортасында көрсете алмағанын бір назарда көріну үшін сондай бір, енді жеткіншектерде әртүрлі типтер бар ғой, өзіңіз білесіз, мысалы, личконың типтері бар ғой әртүрлі. Истероидный тип деген сияқты, демонстративный тип, сол типтердің біріне жатады осы әлеуметтік желілер деген тәуелділік. Енді тағы да бір не бар, серфинговый. Серфинг ғой. Бұл қалай айтылады, тағы айтып жүрші, сөз нашарлап болады. Пайдасы жоқ. Серфинговая. Естіле ма? Да, естіліп жатыр. Бұл үшінші түрі, бұл серфинговая дейді. Серфингті бұл пайдасы жоқ ақпараттарды қарау. Интернет серфинг дейміз, немесе миымызды біз пайдасыз, мәнсіз нәрселерге назар аударуға жаттықтырамыз. То есть интернет-серфинг приводит к тому, что мы тренируем свои мозги, обращать внимание на фигню, конечно, извиняюсь за выражение, бір пайдасы жоқ нәрселерге біз миымызды жаттықтырып алғанбыз. Сотканы ашып қалады да, кімде не болып жатыр екен, кімнің өмірінде не болып жатыр екен, кім не салыпты екен, пост жазды екен деген сияқты сондай бір пайдасыз ақпаратты іздейді. Сол осы неден, желілерден. Бұл психологтар үшін тәуелділіктің ең күрделі түрі. Себебі балалар сол арқылы, мысалы, желілер арқылы пайдалы білім алып, танымын кеңітіп жатқандай көрінеді, бірақ көбіне пайдасыз ақпараттар алады. Мысалы, біреудің өмірі, біреу мысалы, қай жерде не ішіп жатыр, не тамақ жеп жатыр, соның бәрін түсіреді кейбіреулер, мысалы, жүріс-тұрысын, картиналарын, посттарын, пайдалы ақпарат отырып іздеп отырады да, сол жерлерге қалай кіріп кеткенін білмей қалады, мысалы. На самом деле олардың сөйтіп уақытын қалай өткенін байқамай қалатындар бар. Ең тәуелділіктің ең қиыны осы серфингті тәуелділік деген. Ойынға тәуелділік, желілік, яғни сетевая зависимость и серфинговая зависимость деген бұл осы пайдасы жоқ ақпараттарды қарау. Біреулер картиналарын салады, немесе тағы да бір өмірінде не тамақ дайындады, қайда жүр, не істеп жүр, не қойып жүр дегенде. На самом деле ол балаға керек емес қой, біреудің өмірі, біреудің деген сияқты. Сондай картиналар қарап, сөйтіп өзінің өмірі, көп уақытын кетіріп алады соған. Осы неге? Серфингті тәуелділік деген ересектер бізге кішкене өзімізді қолға ұстап, керек емесін алуға кішкене біз контроль жасаламыз. Мына балаларға өте қиын ғой, олар мысалы ол пайдалы пайдаламыз қызық кетіп. Пайдалы ма? Сол көбіне ата-аналардың несі қателігі неде? Балаларының не қарап жатқанын қарамайды ғой кейбір ата-аналар. Не қарап жатыр, қандай ақпараттар іздеп жатыр, соны қарамайды кейбіреулер.
Кейін барады да уже өкініп жатады, баланың қайдан ақпарат алған, қайдан. Ол ақпараттың пайдасы да бар, пайдалысы да бар, пайдасыз да бар ғой осы жерде. Соны ескеру керек. Енді жалпы мен зардабын айтайын. Бұл жерде енді барлығы біледі ғой, енді тәуелділіктің қандай. Енді зардабы қандай? Физикалық зардабы қандай? Физикалық жағынан енді денемізге енді аспектілерін айтайын, физический аспекты. Бұл біріншісі арқаның, мойынның ауруы. Боли в спине и в шее. Желке дейді да қазақтарда бізде. Иә, желке дейміз ғой, мойын тұсының ауруы ғой, Бала яғни ұзақ гаджетте отырған кезде, мысалы, бір қадала шұқшия отырады ғой, мысалы, қолымда бір, например, вот это вот телефон, например, вот осылар қадалып отырады ғой, көп уақыт бойы баса алмай. Яғни осы кезде осанка дейміз ғой, бір дененің қалпы қысылады, то есть тело сжимается, вот, яғни қысылады, и басын еңкейген қалыпта осылай отырады ғой бала деген, қисайып, и осылай отыра береді мысалы. Тапжылмай отыра беретіндер бар бірнеше сағат бойы. Былай кейде оны ойындардың нелерін ойынның ішіне қатты кіріп кеткеннен денесінің қатты қысылып кеткенін де байқамайды да? Иә. Қысылады осындайда. Яғни енді тағы да айтайын, адам ұзақ уақыт осы бас салбыраған, иілген күйде болса, оның эмоциялық күйі автоматты түрде нашарлайды. Автоматты түрде төмендейді эмоциональное состояние. Почему? Потому что тело наше всегда следует за мыслью. Потому что мы так устроены. Яғни дене үнемі ойға ілеседі. Мысалы, өйстіп отыра берсе қараңызшы, мысалы, әдетте ренжіген адамдар, көңіл күйі жоқ адамдар өйстіп салбырап жүреді ғой, бастары салбырап. Сол сияқты, мысалы, отыра берсе, осылай шұқши басы салбырап, еңкейген қалпында. Сонда автоматты түрде баланың эмоционалды күйі төмендейді екен. Неге сон балалар... Мен не кішкене уточнить етейін деп жатыр едім. Мына біздер деген постоянно ой арқылы мысли материализует дейді, ой арқылы жақсы ойлап жүрсек, походкамызда сенімді болып жүреді мысалға, да? Ал кейбіреулері мен мысалға адамдарға айтамын ғой, егер ішкі жан дүниеңді өзгерте алмасаң, хотя бы сыртыңды өзгерт, прическаңды қи, киіміңді жаңарды, чтоб кішкене не істеу үшін ішкі жан дүниені өзгерту бәріне оңай емес қой былай қарап тұрған кезде, да? Ал бұл жерде мысалға олар постоянно сіз айтқанда бүкшиіп отыратын болса, мына дене сол қалыпқа үйреніп, миға сигнал барып бастайды, да? Сигнал барып бастайды, да? Мен осындай көңілсізбін, менде ештеңе болмайды деген сияқты программа өзінен дене арқылы қалыптасатын болып тұр. Соған үйретіп, бағдарламаны бере бастайды соған, сигнал бере бастайды. Яғни, как будто мысалы бір үнемі бас салбырап, бір жабырқаулы, без настроения жүрген сияқты сондай көңіл күйі болмайды. Мысалы, гаджетте отырған баланың қасына барып жақына түртіп қалыңшы, неге кедергі жасап жатсың деп өзіне тартып, ол уже дергается, өзінің бір жаңағыдай гаджеттің осылай ашулана бастайды. Агрессивно. Мен жаңа эпидемия келе жатыр ем, неңді ала алмай қалдым ғой, мына жердегі бонус очко деген сияқты олардың бір жетістіктері бар ғой, ойынның да бір қиынның бір деңгейден бір деңгейге өтуі деген сияқты. Байқамай кейде бір қолың тиіп кетіп, или бір нәрсе сұрасаң, сұрама деп тұрады ғой. Мен мынаны істеп алайын, мына жетістікке жетіп алайын, мынау уровеньдардан өтіп алайын деген сияқты. Мазалама мені деп тұрады ғой балалар. Егер осындай белгілер көріне бастаса балада, ол уже жаңағыдай балада гаджетке деген тенденцияның бар деген сөз уже. Яғни балада ақырындап қалыптасып жатыр деген сөз. Бұл енді бірінші зардабы арқа мойын. Қазір көбісі айтады, сколиоз дейді, балада көп. Сколиоз осыдан басталады. Көбісі енді бұнда гаджетте отыру бір жасқа дейінгі балаларды үйретеді ғой, мен сондай ата-аналарды түсінбеймін. Бір жасқа дейін 3-4 айлығынан сотканы қосып қойып ұйықтатады. ютубты қосып қойып ұйықтатады, ол уже өте ерте оларға енді 5 көп ата-аналар балаларына жамандық тілемейді ғой, олар тынышталсын деген мағынада тынышталсын дейді да, бас жағына жастап қояды. Ай негізінде мамандардың айтуынша бас жаққа жастауға болмайды ғой нені, оның тауқындары бар ғой. Енді былай қарап айтқан кезде енді бәрі өзімізден ол күнә. Бала ең бір өзіміз бердік. Жалпы тәуелділікке қадамды ата-аналар ғой қалыптастыратын. Сол қадамды үйрететін ата-ана өзіміз ғой бастайды. Басы тыныш болсын. Менің уақытым қалмаса, өзімен самый главный өзімен өзі отыр ғой деген сөз ғой. Солай жасайды.
Енді тағы да қандай зардабы бар? Бұл екінші зардабы, бұл естудің, көрудің бұзылуы. Неліктен естудің бұзылуы? Көп балалар, мысалы, наушникта отырады. Наушникпен тыңдап отырады көбіне балалар. Сосын, уже сол, анау, дыбысы қатты жерде отыратындығы соншалық, ол балалар соған дағдыланып кеткен, қатты дыбысқа. Сөйлегенде, мысалы, қатты сөйлейді, мысалы, кейде ақырын сөйлеші деп айтып атады ғой, например. Яғни ақырын жай отырған балалар, например, көп уақыт яғни отырған кезде дауысы қатты шығып кетеді. Сол бір нәрсе сұрасаң, ай деп тұрып айғайлап солай сөйлейді ғой, бір нәрседен шошып атқан кезде қатты сөйлейді. Бұл уже қатты сөйлеуде дағдыланып кетеді балаға. Ақырын сөйлеуді білмейді, оның дағдыланады сол қатты сөйлеуге бала. Яғни егер балада осылай ана жаңағы ненің ішінде, виртуалды әлемнің ішінде жиі жүргендіктен, жоғары дыбыстағы әлемнің ішінде үнемі жүргендіктен бала қатты сөйлейді, өзінің шығып атқан дауысын не может контролировать. Даже мына здесь сейчас дейміз ғой, мына жаққа виртуалсыз шынайы өмірге келгенде де ана жақтағы белгілерді әлі бойында тұрады, еще сақтау. Кейде отырып қатты сөйлеп айғайлап кетеді ғой, мысалы. Ақырын сөйле, мысалы, сыбырлап сөйле дегендей. Яғни бұл естуге де осындай зияндығы бар. Ал енді көруге келсек, көзге, көру жағынан, көруі бұзылады дедік қой. Көздері жасаурайды, көздерін жиі оқалайды, сосын жыпылықтата беретін балалар бар, көзін былай ашып жұмай береді жиі. Көзін жыпылықтата береді былай, тики дейді ғой, енді сіз психотерапевтсіз ғой. Сондай, көзін жыпылықтата беретін балалар. Неврозға да келеді. Енді бұл ғана емес, қараңыздар. Тағы бір несі, мысалы, маған көп ата-аналар айтады, бірінші классқа әсіресе нулевойға барған балалар бар ғой, оқыған кезде әріптердің орнын ауыстырып оқиды. Сосын цифрларды оқырған кезде, мысалы, 17-ні 71 қылып оқиды. Әріптерді ауыстырып алады дейді да, оқыған кезде. Бұл неден? Бұл да гаджеттің әсері. Мысалы, балалардың көзі үнемі қозғалып тұратын нәрсеге үйренген ғой. Там же все двигается же, бәрі жүгіріп тұрған анимациялар, сондай бір ашық, сондай не ғой, былай жүгіріп тұратын нелер ғой, экранда бәрі жүгіріп тұрады ғой, ойындар. И сонда баланың көзі сондай үнемі жүгіріп тұратын объектларға үйренген, ал енді осыдан кейін балаларға қозғалмайтын, яғни статикалық объект дейміз ғой, статический объект, соған көз тоқтату қиын болады балаларға. Яғни бала сосредоточиваться не может. Бала қозғалмай тұрған объектіге зейінін тұрақтату оған қиынға соғады. Өйткені көз алмасының динамикасы бұзылған. Былай, жай әріптерге, кітапқа қара, ол кітапта қозғалмайды ғой, әріптер тұрады ғой. Соған, мысалы, сол жағынан оң жағына қарай бұл жылжытып оқу деген сол тұрақтату вниманияны, сол концентрация внимания, яғни сол қозғалмайтын нәрсеге ми, өйткені ол уже үнемі қозғалып тұратын объектілерге көруді үйренген ми, а қозғалмайтын объектіні ми қабылдай алмайтын болады. Поэтому балалар әріптерді шатыстырады, цифрларды шатыстырады, бастапқы кезде қиын болады. Яғни бұл көру стресс нәтижесінен туындайды. Көрудің стресс нәтижесінен әртүрлі жағдай. Біз кітап оқығанда сол жақтан оң жаққа қарай оқимыз ғой. Соны сол жақтан оң жаққа қарай қадағалап отыру керек қой, оны былай шатыстырып алмау керек қой, жолдарды, строка дейміз ғой. Жолдарды оқыған кезде балада сондай концентрироваться, жаңағыдай тұрақтату өзінің көзін соған. Сол қызметі бұзыла бастайды балаларда. Яғни ойын, зейінің тұрақтату бір нәрсеге бұзылып бастайды. Сол бұзыла бастайды, иә. Содан бастап адамдар кәдімгі ата-аналардың сөзін, айтып атқан нәрсесі мән бермейді, естісе де нәтиже шығармайды. Нәтиже шығармайды. Мен сені жаңағына жұмсадым ғой деп. Соны қабылдамайды. Сен жасамайсың, мен саған мана түсіндіріп айттым ғой деген сияқты ата-аналар уже балаларға ашуланып, уже несе бастайды, ренжіп или ұрса бастайды, да? Ренжіп ұрса бастайды, иә. Негізінде бала әдейі істемейді. То есть ата-ананы тыңдамаймын деп, олардың уже ми процесі. Миы соған кетіп қалған ғой, уже әбден. Сол несіне. Сондықтан енді көру жағынан келгенде көзі жасаурайды, көзін уқалайды, көзін
өзін жыпылықтата береді. Бұның Оқуға бәрі келген кезде шатыстырады, әріптерді шатыстырады. Бірінші классқа барып алған оларға әлі қабылдау үйренбеген ми, қозғалмайтын объектілерді қабылдап үйренбеген ми. Оқу дағдыларын қалыптастыруға кедергі келтіреді осы. Бұның бәрі физикалық зардаптары ғой. Физикалық зардаптары, аха. И сосын көбісі ойлайды, ой, мен баламда что-то бірдеме дамымай жатыр ау деймін деп, жаңағы логопедтерге, дефектологтарға, нейропедагогтарға, нейропсихологтарға жүгіреді. Өйткені гаджеттен екенін көбісі біле бермейді жаңағы. Сосын ойлайды, балам бар, бір нәрсе болып жатыр, мен баламды әріптерді әлі шатыстырады, орындарын ауыстырады дегендей. Вот сондай көзқарас қалыптасады. Енді бұл жерде, бұл мәселеде уже нейропсихологтың көмегі керек. Жаңағылардың жаңағы қалыптастыру үшін. Яғни зардабы мидың көру орталығы қозғалып тұратын объектіге ғана қабылдауды үйреніп алғаннан кейін қозғалмайтын объектілерді ми қабылдағысы келмейді. Өйткені баланың көзі үнемі ойнақшып тұрады ғой. Барлығын. Мынандай бір сұрақта адамдар мысалға мына балалар көбінесе гаджетке тәуелді. Олардың пасына жаңа айтып отырсыз ғой да, миларына уже анандай уже не сигналдар болып бастағандықтан көру, есту қабілеттері уже басқаша өзгере бастайды қалыпты нормадан. Содан бастап олардың уже мына көздері жыпылықтап жүгіріп тұрады. Ал өздерінің денелері онда активный болмайды ғой. Орындар сонда ауысып кетеді. Қазір денесіне де келем, бірте келе жатырмын. Қазір денеге де келеміз. Яғни мына дене қалыпты жағдайда тұрады. Дене, қозғалмайды, конечно, өзінің функциясını, оны ең қауіпті қазір зардабын тағы да айтамын, қазір алдағы уақытта мінекей. Сосын тағы бір зардабы қандай? Балалардың тыныс алу ырғағы бұзылады. Яғни демалу дейміз ғой, дыхание. Мысалы, кейбір балалар гаджетте отырады ғой, ойнап отырғанда сол гаджетке кіріп кеткен соншалық, демалмай деп осылай отырады, өзін воздухты алып алады да, соны шығармай тұрып қалатын балалар бар, қатып қалады. Қазір міне мынаны бүйтіп мына жеріне кіргізіп жіберейін, мынаны қазір целить етіп алайын дегенде сол жері деп демалмай тұратындар бар. Виртуальный әлемнің ішіне кіріп кеткен соншалықты өзінің денесінің қай жерде қандай функция атқару керек. Ритмы дыхания даже нете алмайды, ретке дұрыс ала алмайды. Бұнда не болады? Мида осы кезде жаңағы оттектің жетіспеуі болады, голодание кислорода. Яғни бұл деген мидың жаңағы оттектің жетіспеуінің өзі, бұл жалпы өзгерісті тудырады. Жаңағындай миға оттек бармағандықтан да шаршайды бала, сосын тағы да әлсірейді, ашушаң болады, қорқады осындай. Енді тағы бір зардабы бас ауыру, ұйқының бұзылуы. Бас ауыру, ұйқының бұзылуы. Бұл симптомды қалай байқаймыз? Бала ұйықтап шошып оянады, ұйықтап жатып, мама қорқып жатырмын, сенің жанына ұйықтайын. Мама қорқынышты түс көрдім. Кейбір балалар айғайлап, жылап, ұрсып шығады таң атқанша. Мысалы, ұйқысы нашарлайды балалардың. Бұл дегенде осы гаджеттің, тәуелділіктің белгілерінің, яғни симптомдарының бірі осы болады. Осы гаджетке тәуелділіктің. Енді ұйқы қанбау деген баланың кейбір балалары бар, мысалы, күндіз мамасына кейіп танытады ата-аналарына, гаджет ұстамай жүргенде. Сосын кейбір балалар бар, аңдып жатады, әке шешесі, үйдегілердің бәрі ұйықтағаннан кейін ақырын барып алады да дауытырап отыратын балалар бар. 3-ке дейін, 4-ке дейін үндемей отыратын. Бұл енді тәуелділіктің қатты түрі ғой, былай қарап тұрғанда. Ойын автоматтары, ақшаларын салып отырған, қора етіп жатса да, алкоголизмге де жақын адамдардың мысалға да, сонда да соңғы тиын болса да өздерінің тәуелділіктен бәрін салып жіберу деген. Уже қорқыныш жағдай бұл да уже. Қорқынышты жағдай, конечно, бұл ойында бір жылдап, бірнеше жылдап өтетін емдейтін процесс қой, бұл тәуелділікті бірден жеңуге мүмкін емес. Менде мынандай сұрақ туындатыр, біз мысалға болашақта осы тәуелділікке пайда болатындарды уже қазірден бастап уже дамып жатыр деген. Ертең ойын автоматы, букмекер, түрлі жаңағы сексуалдық, химический, не химический тәуелділіктердің бәрін осылар апарады ғой. Иә, осылар апарады. Яғни, жалпы зардабы деген енді өте көп, соны бірақ білмеймін, ата-аналар зардабын біліп отырып, соны өздері
соған апаратын өздері ғой, сол гаджеттерге итермелейтін ата ананың өздері. Бұл мынау зардаптарын толық айтпағанша балалар, ата аналар біле бермейді ау деймін. Сондықтан да бере береді ау деймін, білмеймін. Осындай мен жаңағы физикалық аспектілерін біле бермейтін шығар енді, білмеймін. Неге олай кәдімгі баланы соншама бейім қып, соған тәуелді қып өсіретінін неге білмеймін. Енді тағы бір несі, тағы бір зардабы, бұл енді өте қиын несі, өте ауыр зардабы. Бұны көп ата-аналар өкінішке қарай біле бермейді. Бұл цифровая морская болезнь. Киберболезнь немесе. Цифрлы теңіз ауруы дейді енді қазақша, яғни киберболезнь. Бұл деген қалай көрінеді бұл симптом балаларда? Еш себепсіз өзінен өзі жүрек айнуды балада. Өзінен өзі жүрек айниды баланың. Яғни егер өзінен өзі жүрек айныса баланың, бұл уже гаджетке тәуелділіктің себебі бар деген сөз. Құсқысы келіп, жүрек айнып, сондай белгілер байқалады. Енді бұның киберболезньнің емі жоқ дейді дәрігерлер. Оның емі гаджетте отыру уақытын азайту дейді. Соны гаджетке отырған уақытын азайту керек, соны шектеу керек, емі сол. Осы киберболезнь. Енді тағы бір ең қауіптісі бұл бедеулік. Бедеулікке апарады екен. Осы гаджетте көп отыру. Бесплодие дейміз ғой, орысша айтқанда. Бедеулікке апарады. Әрине оны біз қазір байқамаймыз оны. Бұл қазір көрінбейді ғой, ол бедеуліктің балада деген. Бұл кейін өте келеу. Қалай болады? Бұны түсіндірейін, мысалы қалай болады? Гаджетте біз ұзақ тапжылмай отырамыз. Ұзақ отырамыз. Осы отыра берген кезде, мысалы, компьютерде болсын, бірнеше сағаттап отыра береміз ғой. Сол кезде біздің жамбасымыз жансызданады. Отыра бергеннен кейін жансызданады. Осының әсерінен қан айналымы, біз мысалы жүріп жүрген сияқты, жүгіріп жүрген сияқты, секіргендегідей ондай қан айналымы болмайды. Яғни жамбас тұсына қан ағысы түспейді екен. Яғни активность дене қозғалысының пассивный болғандықтан біз жатамыз, пульт басып қаламыз, телевизор, кнопканы басып қаламыз, компьютер, сотка. Қазір жаяу жүрмейміз, әркім астында қазір бір машинаға дейін бар, отырамыз. Осылар да әсер етеді. Енді гаджетке айналып келсек, смартфондарда мысалы балалар бір ойынға кіріп кетті ма, қазір шығам, қазір мен отыра беретіндер бар мысалы. Енді қазір тұрамын деп. Сонымен бірнеше сағаттың қалай өтіп кеткенін білмей қалады да, сол кезде жамбас тұсы жансыздана бастайды екен. Қанның сол жамбас тұсына келуі баяулайды, немесе ол жерге қан тіпті түспейді де. Сондықтан баланың енді денесінде кейін не болады? Яғни осы кезде біздің денеміз жамбас бөлігіне қанның аз келетініне үйреніп алады. Осының салдарынан дене физиологиялық өз қызметін қалыпты атқара алмай қалады. Атқара алмай қалады. И дене мүшесі дамымайды, немесе өте баяулайды. Яғни сол жыныстық жағына келген кезде. Сөйтіп проблемалар өскеннен кейін уже бастала бастайды. Қыз балаларда жаңағы менструалды циклдер бұзылуы мүмкін. Ер балаларда мынау шаба дейміз ғой, паховый, сол жақ тұсы ауруы мүмкін. Бұл енді кейін өсе келе уже байқала бастайды. Өскеннен кейін. Мына мен өзім байқаймын, 18-дегі 20-дағы қыздар келеді, етек то келмей, то келеді. Көбінесе уже врачтарды емделіп шаршап кетті, уже маған сеанс келеді. Жас балалар келеді, 23-тегі уже беделдікпен. Бұның бәрі, значит, осының барлық зардаптары бар. Осының да зардаптары бар. Иә. Ұзақ отырғаннан. Ата-бабамыз, мысалы, 70-ке келгенше дейін жаңағы нет, бала сүйіп отырған. 70 дегенде содан шыққан жоқ па, былай қарап тұрған кезде, ол кезде демек 70-тегі аталарым сондай болса. Оларға атқа шапқан ғой, да? Атқа шапқан қозғалыс постоянно, да? Белсенділік көп болды ғой, белсенділік. Енді бұнда отыра бергеннен ғой көбіне, осы отыра бергеннен болады бұндай проблемалар. Пассивность. Қозғалмай. Пассивный, яғни ешқандай физикалық жаңағы белсенділіктің болмауынан болады бұндай. Енді тағы бір, енді ол сізге таныс обсессивно-компульсивное расстройство, енді ол сізге таныс термин, психотерапевт болғаннан кейін.
Енді бұл үлкендерге де қатысты, балаларға ғана емес, бұл үлкендерге де қатысты. Яғни смартфон болсын, гаджеттерді бұл шектен тыс қолдану. Шектен тыс қолдану. Мысалы, фобияның түрлері көп қой енді. Мысалы, номофобия, иә, мысалы. Бұл деген, мысалы, телефонға смс келмей қалса, хабарламалар, бір нәрселер келмей қалып жатса, оларда мынандай қорқыныш болады. Телефоннан қол үзіп қалудан қорқыныш болады. Неге, немесе мені біреу ұмытып қалды ма дегендей. Бұл қорқыныштар жаңа сіз айтып жатырғанда ОКР, обсессивно-компульсивный расстройство. Иә, уже психологиялық зардаптар, да? Уже навязчивые мысли уже болады. Яғни, жабысқа ойлар дейміз ғой енді психологтар. Яғни, олар, а вдруг интернет желісі болмай қалса, сеть ұстамай қалса не істеймін? Интернет желісі болмай қалса не істеймін? Соның жоқтығынан деген уже страх оларда. Телефоннан қол үзіп қалудан страх. То есть, қалтасынан смартфон әрбір 5 минут сайын ала береді. Инстаграм, Фейсбукты тексере береді. Біреу бір нәрсе жазып қалған жоқ бекен, біреу бір нәрседен қалып қойған жоғым бекен деген сияқты сондай фобияға айналып кетеді. Бұл енді ең жаман түрі обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, сол ОКР-ға алып келеді бұл. Бұл енді өте, бұл уже кәдімгі ойланатын, уже бұндай адамдармен уже сіз сияқты психотерапевтер жұмыс жасайды. Енді бұл біз сияқты психологтарға енді бұл қиындау, уже обсессивно-компульсивное расстройство болса, ол уже қиын дәрежесі ол енді. Енді жалпы қорытындылайтын болсам, осы зардаптарын негізінде бұл осы гаджетке тәуелділікті ата-аналар мектеп жасына дейінгі кезеңнен өздері қалыптастырып қояды. Яғни әкесі, анасы өздері гаджеттен баса алмайды, ал балалар болса сол модельді көшіріп алады мысалы. Отырма, сен отырма дейді, ал өзі отырады ғой сағаттап мысалы. Мысалы ақтарып, интернетін ақтарады, ВК-ны қарайды, Инстаграмды қарайды, не болып жатыр. А оны бала көріп отыр ғой соның барлығын. Мына жерде айта кететін нәрсе, менің мысалға қызым, енді мен сотка қараймын, потому что мен компьютер, ноутбук, менде қазір не мысалы мессенджерден хат келді ма, мысалға да қарап отырам, себебі хаттар толып қалуы мүмкін, да, жауапсыз қалуы мүмкін, себебі сайттарым бар мен мысалға өзімнің жеке, да, сол жақтарды да жинап қалуы мүмкін мысалға. Солардың бәрін мен қарауыма тез уақыт керек, да, мысалы шай тамақтарын бердім да қараймын. Қайтып босағаннан кейін біреулер звондап жатады, да, заявка алып жатамын, қайтып келемін мысалға, да. Сонда мен бір кезде өзіме қызым айтқанда, сондықтан отыра берме деген, мама сен оны ұстайсың ғой деп маған сұрақ қойды. Өзің отырсың ғой дейді кейбір балалар. Да, маған. Мен сол кезде түсіндіріп айттым. Иә, мен айттым, мен ойын ойнап жатқан жоқпын. Мен мына жерде кино қарап, или бірдеме қызықтап отырған жоқпын. Мен адамдардың сұрақтарына нақты жауап беріп жатырмын, да? Және өзімнің постымды, парақшамды шығарып шығып кетіп жатырмын. Түсіндіруге тырыстым. Түсіндіру керек себебін. Кейбір ата-аналар түсіндірмейді, құр айғайлай береді, или тартып алады. Тартып алуға мүлде болмайды гаджетті. Тартып кәдімгі жұлып алғандай болады. Иә, балада ашу пайда болады. Түсінбейді ғой, ол неге менен тартып алды деген сұрақ белгісі басады. Қазіргі үлкен адамдардың көбісі, да, сұрақ көп дейді, жауап жоқ дейді. Себебі неге? Себебі бала кезден сол сұрақтар әлі жауапсыз қалды, әлі келе жатырмыз. Сонда мен бір жолдасым айтқанда, балаға дейді, мен тыңдатудың бір үйренген тәсілім дейді, да, оның дейді, түсіндіріп айтуым керек екен дейді. Ұнамаса да мен оны, неге оның осындай жасады, мен онда қандай көз қарастамын, неге мен бұған қарсымын, соны түсіндіріп айтуым керекмін. Сол кезде бала түсінген кезде өз көңілімен келісіп мені тыңдай бастады. Бұл жерде ұрыста жоқ, айқайда жоқ, келісім. Енді өкінішке қарай көбіне ата-ананың сөзінің күші кетіп қалып баратыр. Ата-ана өзінің сөзін өткізе алмайды балаларына. Содан да. Құрсыншы, ладно, отыра берші енді. Бұны болмайды бәрі бұл, жыламай бәрі бұл, жылайды, нетеді деп кейбіреулер мысалы. Истерика жақтай саламыз балаларымды. Невозможно, жарайды, ала берсінші, жылайды, жыламай өзімен өзі отырса болды ғой деп солай салғырт қараймыз. Ал бірақ оның артында жаңа мен атаған бүкіл зардаптарын білсе ғой, онда может ойланар ма еді деп ойлаймын. Енді қазір кезде мына жерде сұрақтар қоя берсінші, адамдар сұрақ қоямын деп, егер сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, да? Гаухар ханым бізге терең түсіндіре береді, ал сіздер сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Енді айтып отырмын ғой, балалардың гаджетке тәуелділікті өзі ата-аналардың өздері сол қадамды ерте жастан өздері қалыптастырып тастайды. Мысалы,
жақында бір кісі айтады, қызым 2-ге толды, қызым әлі сөйлей алмай жүр дейді. 3-ге толды, әлі сөйлей алмай жүр дейді. Енді қазіргі кезде көбісі аналар, енді әкелер емес, енді аналарымыз ғой көбіне балаға жауапты. Бұнда өзімен өзі ешкімге кедергі жасамай отырсын деп мультфильмін қосып қояды, смартфонын ұстатып қояды, мультфильм қарап отыра тұршы, өзімен өзі отыршы дегендей. Яғни балаларға тым ерте жастан гаджеттерді беріп қою, смартфонды беріп қою сөйлеудің бұзылуына әкеледі. Қазір 2-ның бірі балаларының сөйлей алмай жатқанына сондай айтады, балам неге сөйлемей жүр. Енді өзіңіз, сіз де психологсыз ғой, 3 жастағы бала 1000 сөзге дейін білу керек, иә, норма бізде. 1000 сөзге дейін білу керек 3 жастағы бала. Ал қазіргі 3 жастағы балаларды, мен кейбір балаларды байқаймын, әлі у них автономная речь еще. 3 жастағы бала, олар уже кәдімгі сөз тіркестерімен, сөйлеммен сөйлеу керек қой, уже кәдімгі үлкен адамша сөйлеу керек, иә. Оларда баяғы ням-ням, тағы да не, сондай бір автономный речьтар бар ғой, біздің өзі кішкентай балаларда болатын, үзіп-үзіп сөйлейтін. Ням-ням, су, тәтті, шу, у деген сияқты солай бір. Ауп деген сияқты. 3 жастағы балаға бұл кеш қой әлі. 3 жастағы бала уже кәдімгі үлкендерше солай сөз сөйлеу керек қой. Ол кәдімгі сөйлеммен, жарайды, ұзын сөйлемейміз, хотя бы 2-3 сөздің басын құра алу керек қой. Солай біріктіріп сөйлей алу керек қой. А енді неге оның? Өйткені бұның неге бізде қазіргі балаларда сөйлеудің дамымау проблемасы неге